Сайын даланың сәні де, мәні де жылқы екені даусыз. Ат, ердің қанаты деген сөз содан қалған. Жылқы жорғы уақытындағы басты көлік болды. Көшпелі халықтың басқалармен соғыстарда басым түскені осының арқасында. Қазақтың жылқысы мыңдаған жылғы сұрыптаудан өтті. Ыстық пен суыққа төзімді болды. Күндіз жол жүріп, түнде ғана жайлады. Қазақ малдың бұл түрін қазанат пен жабы деп екіге бөлді. Қазанатты күтіп баптап бәйгеге қосты. Жылқы үйір-үйірмен жайлатын мал. Содан да үйірі басқаны ноқта қосады, атасы басқаны неке қосады деген мақал шыққан. Үйірде бір айғыр 10-15 бие болады. Тайғұлындары бірге жүреді. Жас айғырды қазақ сәурік дейді. Үйірге енді қосылған байталдан бастап, бәрі шашау шықпайды. Мықты айғырлар өз үйірін ит құсқа алдырмаған.